Мен Ержанат Бақтылының анасымын. Хамит Аминеш. Біз 2005 жылдан бастап осы жерге Шаңырақ 2 төбеден үй салып, соны немен ағып жатырмыз. Қазір соның дұрыс болмай, дұрыс неменедер шықпай, әкіметке барсақ, қазір дұрыс жауап ала алмай отырмыз. Заңдастыра алмай отырмыз. 2008-де документімізді тапсырғанбыз. Міне қазір енді 1 жыл болайын деп қалды. Асты. 1 жылдан асты. Қазір дұрыс жауап жоқ. Мен осы бірінші шаңырақты документін немен ағылады деген кезден бастап, сол бірінші бетінде енді өзімнің әлсірегеніне балаларым далада қалама деп сол бастан өткізген болатынмын. Документтерді толық балам азаматтық өтті, өзім оралмамын енді. Күйеуім қайтыс болып кетті. Сон осы неменеге өткізген беті штрафын төледеді, ондан төледім, елден қалмайын деп. Талай рет әкіметке да бардым. Ол дұрыс жауап бермейді, шығып халық не көрсе сен соны көресің дейді. Кейбіреулерден сұрасақ көрсеткісін шығарып алды дейді. Әлі міне 1 жылға 2008-ден бастап міне 1 жылға аяқтайын деп қалды. Ол шықпай ма деп қорқамыз, біз далада қаламыз ба, өзіміз толық бұл жердің немелесін де білмейміз, оралман болғандықтан. Енді қайтерімізді білмейміз, енді осы дұрыс шыға ма, шықпай ма? Бүткіл халықтармен тең көресің, сен жалғыз емессің дейді. Енді халық жерлік адамдар ғой, енді өзі тіл табыса алады бірмен. Біз енді сырттан келгесін көп кейбір сөздерінде аншалықты түсіне алмаймыз. Қайсы жерге баратынымызды да білмейміз. Енді мен үшін алып айтқанда өте қиын. Кейбір теңгем болады қолымда. 90 жылдық бір балам ғана істеп жатыр жұмысты. Енді ана үйімнің документ шықпаса, мен сол балаларымды қайтып кететінде ақшам жоқ деп кейде соған немен ағылам. Енді қайсы орынға баратынымды да кейбір дұрыстап айтып берсе таба алам, кейде таба алмаймын сол орындарында. Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есіновтан осы жеріміздің дұрыстап шешіп беруін сұраймыз.